сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Балалар, ой-жұмбақ жасыруды білесіңдер ме? Әрине. Олай болса, филфордта жасырылған сөзді табайық. Қанеки, қарап көріңіздерші, кім жылдам табады екен? Таптыңдар ма? Жақсы, ендеше өздеріңізді тексеріп көріңдер. Дұрыс жауап табиғат сөзі екен. Сонымен бүгін сабақта танысатын жаңа тақырыбымыз аймақтар табиғаты. Бүгін сабақта балалар, аймақтарға тән табиғат құбылыстары туралы оқисың. Күн райының ерекшеліктері туралы айтып үйренесің және шылаулармен танысасың. Бүгінгі сабақта меңгеретін жаңа сөздер: биыл, в этом году, боран, метель, түске дейін, до обеда, түстен кейін, после обеда, еру, таять, ұзақ, долго, үнемі, постоянно, жиі, часто, кемпірқосақ, радуга. Екінші тапсырма: мәтіндерді оқы. Балалар, берілген мәтінді мұқият оқимыз. Мәтінді оқып біткен болсаңдар, сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Ерік қайда тұрады? Екінші сұрақ: Ақтөбеде қыс қандай болады? Үшінші сұрақ: Айнұр қайда тұрады? Төртінші сұрақ: Түркістанның табиғаты қандай? Жақсы, ендеше балалар, өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бірінші: Ерік Ақтөбе қаласында тұрады. Екінші: Ақтөбеде қыс суық және аспан үнемі бұлтты болады. Үшінші: Айнұр Түркістанда тұрады. Төртінші: Түркістанда қыс жылы болады. Қар түске дейін жауады, түстен кейін еріп кетеді. Енді балалар, өздеріңнің жауаптарыңды бағалап көріңдер. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, 1 ұпай. Екінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, тағы 1 ұпай. Үшінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, 1 ұпай. Төртінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, тағы 1 ұпай. Жалпы 4 ұпай. Келесі есте сақта айдары бойынша бүгін сабақта біз шылаулармен танысамыз. Шейін, дейін, кейін, соң, әрі септеулік шылаулары екі мағынаны білдіреді. Бірінші: уақытты және мерзімді білдіреді. Мысалы, жаңбырға дейін, жаңбырдан кейін. Екінші: қашықтықты, белгілі бір заттың тұрған орнын білдіреді. Мысалы, орманға шейін, жолдан әрі. Үшінші тапсырма: септеулік шылауларды тап және сөз тіркестерін құра. Бәрекелді балалар. Ендеше бағалау дескрипторы негізінде өздеріңді бағалап көріңдер. Бірінші: шылауларды анықтадыңдар ма? Жақсы, керемет, 1 ұпай. Екінші: сөз тіркестерін құрадыңдар ма? Бәрекелді, өте жақсы, 1 ұпай. Шылау түрлерін ажыраттыңдар ма? Жарайсыңдар, 1 ұпай. Бүгінгі сабақ жаңа тақырып түсінікті болды ма балалар? Керемет. Енді балалар, жұлдыздар шеруі әдісі арқылы бүгінгі жаңа тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендеріңді анықтай аласыңдар. Күлгін түсті жұлдызша: өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Көгілдір түсті жұлдызша: мен сабақты жақсы түсіндім. Қызыл түсті жұлдызша: тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Ендеше балалар, сіздер тапсырманы қалай орындағандарыңызды көрдіңіздер. Сіздер сонда қай сатыда тұрмын деп ойлайсыңдар? Тапсырманы орындай алмадым, аздап қиналдым, тапсырманы орындай алдым
жетістік баспалдағының қай сатысында тұрсыңдар? Өздеріңді әділ бағалады деген ойдамын. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.